Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге СП төлеу арқылы декреттік төлемді есептеуді үйренетін боламыз. Яғни сіздер СП төлеу арқылы дара-давой алатын боласыздар. Соны есептейміз. Бұл жұмыссыз үйде отырған аналарға арналады. Менің каналыма тіркеліп өтіңіз. Өте пайдалы ақпараттармен тегін бөлісіп отырамын. Қазіргі таңда мен айтатын ақпараттардың көпшілігі ақылы түрде қызмет көрсетіліп отыр. Қала тұрғындары үшін бір айлық есептік көрсеткіште 3450 теңге төленсе, ауыл тұрғындары үшін айына 1725 теңге төлеу арқылы сіз декреттік төлем алатын боласыз. Бұл 2019 жылдан бастап Қазақстанда бірыңғай жиынтық төлем енгізілген болатын. Яғни, бір ай төлесеңіздер 22.050 теңге, 2 ай төлесеңіздер 44.100 теңге, 3 ай төлесеңіз 66.150 теңге, 6 ай төлесеңіз 132.300, 7 ай 154.350, яғни 12 айға дейін бірінші ай 22.050 теңгеден бастап сіздер 12 ай бойы төлеп келсеңіздер 264.600 теңге көлеміне дейін таза қолыңызға, яғни карточкаңызға осы соманы ала алатын боласыздар. Яғни ауыл тұрғындары 12 ай бойы ай сайын уақытылы 1725 теңгеден төлеп отырса, барлығын қосқанда 20.700 теңге төлесе, ол кісі 264.600 теңге қолына алатын болады. Ал қала тұрғындарының шығыны 41.400 теңге 12 ай бойы 3450 теңгеден төлеп келсе, 264.600 теңгені қолына алатын болады. Бұл жерде СП-ның ерекшелігі ешқандай салық органына барып есеп бермейді, отчет тапсырмайды, тек қана ай сайын уақытылы төлемін жүргізіп отырса болғаны. Сонымен қатар өткен айларға сіздер СП төлей алмайсыздар. Келесі айға немесе осы айға ғана төлей аласыздар, текущий айға ғана. Менің ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.